құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Қарағанды жоғары гуманитарлық колледж подкастының кезекті шығарылымы. Бүгін қонақта топ 100 студент байқауының жеңімпазы Каримова Мадина Мерекеқызы және жетекшісі Кусаинова Айза Қуанышқызы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қайырлы күн. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Енді өзіміздің әңгімемізге кезек берсек, Мадина Мерекеқызы, өзіңіз туралы бір-екі ақпарат айтып өтсеңіз. Тағы да қайырлы күн. Менің толық аты жөнім Каримова Мадина Мерекеқызы. Мен 2006 жылдың 17 шілдесінде Ұлытау облысы Қаражал қаласында дүниеге келдім. Қазіргі уақытта Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжінің музыкалық білім беру бөлімінің 4-ші курс студентімін. Сол. Рахмет жауабыңызға. Айза Қуанышқызы, өзіңіз туралы айтып өтсеңіз. Қайырлы күн тағы да Ақтоты. Мен Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжі музыкалық білім беру бөлімінің арнайы пән оқытушысы Айза Қуанышқызы боламын. Және осы топ 100 байқауының жеңімпазы Каримова Мадинаның жетекшісімін. Тамаша, жауабыңызға рахмет. Мадина Мерекеқызы, осы музыкаға деген қызығушылығыңыз қай уақытта бастау алды? Музыкаға деген қызығушылығым менің мектеп жасымнан бастап басталған сияқты. Өйткені мектеп кезінде мен мысалға түрлі вокалдық жаңағы үйірмелерге қатыстым. Кейін ол жерде әрине концерттер болады түрлі, сол жерлерге қатысып жүлделі орындар алдым. Сөйтіп менің шығармашылық жолым осы Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжін таңдаған. Тамаша, рахмет. Айза Қуанышқызы, жетекші ретінде сіз шәкірт тәрбиелеп отырсыз. Өзіңіздің алғаш тәрбиелеген сәт, яғни осы мамандықты таңдаған күніңіз туралы бөлісіп өтсеңіз. Яғни өзімнің алғашқы осы музыкалық білім беру мамандығын таңдағаны туралы айтатын болсам, ол сонау бастауыш сыныпта басталған болатын негізі. Сол бастауыш сыныпта 2-3 сыныпта оқып жүрген кезде осы домбыра аспабына өте қатты қызығып, домбыра аспабында ойнағым келіп, кішкентайымнан сол домбыра үйірмесіне барған болатын. Ары қарай ол музыкалық мектепке жалғасып, яғни музыкалық мектепте 5 жыл домбыра сыныбын аяқтап, осы өзіміздің Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжінің музыкалық білім беру мамандығына оқуға түскен болатынмын. Және де үздік дипломмен аяқтап осы колледжді ары қарай Алматы қаласында Қазақ қыздар педагогикалық университетіне оқуымды ары қарай жалғастырдым. Және де 2016 жылы осы өзіміздің Қара шаңыраққа оқытушы ретінде қайтып келдім. Тамаша. Алғаш рет өз тобыңызды, алғашқы студенттеріңізді қолыңызға алған сәтпен бөлісіп өтсеңіз. Есіңізде ме? Қызықты бір сәттер. Әрине ол сәт есімде. Алғашқы тобымды 2017 жылы алған болатынмын. М17 тобы музыкалық білім беру бөлімінің. Ол кезде енді ең алғаш топты берген кезде жас болдық қой, сізге топ береміз деген кезде ешқандай бір қорқыныш, қобалжу сезімі болмапты. Бірден топ аласыз ба дегенде я деп бірден келісіп, мүмкін жастықпен шығар, қатты бір жауапкершілікті де сезінбеген шығармын, мүмкін ол кезде солай топты алғаным бар. Бірақ енді ол кезде 20 студент болатын тобымда. Балалар келгеннен кейін, бір ай жұмыс істеп көргеннен кейін ол балалармен әрине жауапкершілік жаңағы барлығын сезіне бастадым. Алғашқы тобым өте жақсы студенттер болды. Оларды 4 жыл оқытып, аяқтап, қазір міне 2-ші тобым, Мадина міне өзімнің 2-ші тобымның студенті. Бұйырса міне осы 2-ші тобымды да биыл үлкен сапарға аттандырайын деп, аяқтандырайын деп отырмын. Тамаша, жауабыңызға рахмет. Мадина Мерекеқызы, сіздің ойыңызша музыка пәнінің мұғалімі қандай болу керек? Қандай қасиеттері болу керек? Ең алдымен музыка мұғалімі ол басқа да мұғалімдер сияқты өзінің жұмысына сүйіспеншілікпен қарай білу керек деп білемін. Өйткені өзінің жұмысына немесе балаларға деген сүйіспеншілігі жоқ адам ол ешқашанда ол жұмысты адал атқармайды. Немесе адал атқарған күннің өзінде де бір ол жұмысқа деген бір құлшынысы болмай, жұмысқа келгісі келмей, немесе балаларды кемсітіп, жаңағы неше түрлі жайттар болып жатыр ғой қазір. Көбінесе сондай жағдаяттарға түсіп қалып отырады.
Сондықтан да ең бастысы сүйіспеншілік болу керек деп ойлаймын, және де әділдік. Өйткені ол тек қана қазір емес, бұрындардан бастап жаңағы балалардың бір-бірлеріне жаңағы айтады ғой, буллинг жасауы, иә, қаншама ауыр сөздер айтуы, соның бәрін қарап, балалармен ақылдасып, сөйлесіп, жаңағы немесе жаңағы буллингке ұшырап жатқан баланы бірден бүйтіп оқшаулап, иә, оған ненің дұрыс, ненің бұрыс емес, қалай оларға жауап беру керектігін бәрін түсіндіріп, сөйтіп әділетті түрде бәрін сараптай білу керек деп білемін. Және де одан кейін әрине музыка мұғалімі жаңағы музыканы жан-жақты білу керек. Басқа да мұғалімдер сияқты тек қана музыкамен ғана шектелмей, барлық оқу білімнің барлық саласында жұмыс атқарып, көптеген тәжірибені жинақтап, кейін сол өз бойындағы қаншама оқу білімді қалған балаларға тарату керек деп ойлаймын. Тамаша, сіздің ойыңызбен толықтай келісемін. Осы сұраққа енді Айза Қуанышқызы өзіңіз жауап берсеңіз. Жалпы музыка мұғалімі қандай болу керек деген, енді әрине ең алдымен музыка мұғалімі мамандығын алып шыққан студент, яғни болашақ музыка мұғалімі, біз дайындап отырған өзінің саласын жетік білу керек. Ол жерде енді тек қана теориялық тұрғыда ғана емес, бізде енді музыкалық білім беру болғаннан кейін музыкалық аспаптар бар, жаңағы өзінің аспабын жетік меңгеру керек. Бізде мысалы студенттер бірнеше аспапты меңгеріп шығады ғой, жаңағы фортепиано, баян, домбыра деген сияқты теориялық пәндермен, жаңағы әдістемелерді, педагогика, психология деген сияқты оның барлығын білу керек. Және де алдында отырған баланы шығармашылық жағынан дамыта білу керек деп ойлаймын. Яғни музыка сабағы бұл өзі өнер сабағы, шығармашылық сабақ, сондықтан да алдында отырған баланың бойындағы қабілетін аша білу керек, яғни сол баланы шығармашылық тұрғыдан дамыта білу керек. Жауабыңызға рахмет. Қазақстанның топ 100 студенті атану сізге не берді? Мәртебе ме, мотивация ма, немесе жауапкершілік пе? Осы үшеуінде берген сияқты. Өйткені мотивация берді, мен ары қарай да осындай жүлделі орындарды, өзіміздің Қазақстанымызды, облысымызды, колледжімізді, басқа да бір оқу білім орталықтарында көрсете білу үшін, тіпті өзімді де жан-жақты дамыта білу үшін маған үлкен бір мотивация болды. Өйткені өзі ол сайысқа 2000-нан астам сайыскер қатысты, содан топ жарып, топ 100-ге кіру, ол өте қиын дүние, оңай нәрселердің бірі емес. Сондықтан да мен үшін бұл үлкен мотивация болды. Менің ары қарайда көптеген жетістіктерге жететіме бір гарантия болды десем болады. Және де мәртебе берді, мәртебем бір көтеріліп қалды десем болады. Менің де ұстазымның да, өйткені жаңағы колледжде болған кезде мысалға бәрі маған сеніп артты ғой, сіздер жеңіп шығатын шығарсыздар, сіздер жеңулеріңіз керек деген сияқты сөздер де болып жатты да. Сол кезде жеңген кезде менде бір андай рух пайда болған сияқты. Міне, біздің қолымыздан келді. Мен бұл істі, бұл қадамды бастым, мен бұл нәрсені жеңіп шықтым деген сияқты. Осындай мәртебе болды. Және де жаңағы колледж әкімшілігінің қолдауынан, өзіміздің мұғалімдеріміз, жаңағы бөлімнің, тек қана өзіміздің бөлімнен емес, басқа да бөлімнің мұғалімдері барлығы келіп қол алысып кәдімгідей дәрежемді көтеріп қойды. Тамаша, сізді осы марапатыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді Айза Қуанышқызы, шәкіртіңіз Қазақстанның топ 100 студенті қатарына енгені туралы естіген кезде алғашқы сезіміңіз қандай болды? Әрине, енді бұндай үлкен көлемді республикалық байқаудан жеңіп шығу деген ол еңбек, сондықтан да ең алғаш сіздер өттіңіздер дегенді естіген кезде әрине бойымызда қуаныш сезімі, жаңағы студентім де айтып жатыр ғой, мәртебеміз асқақтап, қуаныш, бұл бір жауапкершілік те өте қатты қуандық. Яғни осы байқауға барар кезде біз бірнеше кезеңнен өттік қой, енді колледжшілік кезеңнен өттік, облыстық, республикалық, яғни сол кезеңдердің барлығынан өткізген кезде, енді біз өткен кезде сенім артып жіберді бізге. Бірінші колледждің туын желбіретіп бардық, одан кейін облыс бізге сенім артып жіберді. Сондықтан да осы кісілердің барлығының сенімін ақтап, осы 100 студенттің арасына кіргенімізді көрген, ол біз үшін өте сондай бір үлкен жеңіс, қуаныш, мақтаныш, мәртебе деп айтсам болады. Жауабыңызға рахмет. Жаңа қиын сәттерде болды деп айтып жатсыздар. Сол қиын сәттермен немесе ерекше есте қалған бір оқиғалармен бөлісіп өтсеңіз осы жеңіске жету жолындағы?
Қандай сәттер? Енді ең қуанышты сәт әрине сол результаттарын айтқан кезде сіздер жаңағы ең бірінші ішінара өттіңіздер. Біз ең басында колледждің ішінде өткен кезде 5 бала таңдап алды, әр 15 бөлімнен студенттен, иә, 5 студент. Иә, сол жерде де қуандым. Мен облыстық байқауға өттім деген сияқты. Одан кейін облыстан өттіңіздер, одан кейін республика. Сол әр жеңдіңіздер, өттіңіздер деген кезде сол мен үшін ең үлкен бір қуаныш болды. Ал енді қиын дегенде, енді әр жұмыстың қиындығы бар өзінің. Бұл жерде қаншама еңбек кетті деп айтуға болады. Жаңағы ұйқысыз түндер, жаңағы көптеген мысалға бір затты алсам, мен мысалға өзім бір дүниеге зер салып сол жұмыспен атқарсам, мен басқаларына назар аудармайтын адаммын да. Бір нәрсені бастадым, соны соңына дейін жеткіздім да, кейбір сабақтарым кішкене қалып қойған болды да. Енді сол жағы қиындау болды, одан кейін жаңағы шаршаңқылық болды деген сияқты. Ол бәрі физикалық тұрғыда кішкене қиындау болды. Иә, толықтай келісем. Қазір сіздің жетістігіңізге қарап, іні қарындастарыңыз не үйреніп жүр деп ойлайсыз? Менің қазір бір ғана інім бар, өзінің жасы 7-де. Қазір енді ол әлі ештеңке түсінбейді, ой нәрсені түсінбейді әзірге. Бірақ болашақта менің апатайым, менің әпкем осындай жетістікке жетіпті ғой деп естіген кезде, көрген кезде маған келіп бір апатай, сен сондай өте білімді, сондай бір жан-жақты адам екенсің ғой, қандай керемет, құтты болсын деп, тіпті сол кезде де мені құттықтап, жаңағы сол жетістіктерімді есіме түсіреді деп ойлаймын. Жауабыңызға рахмет. Егер осы жолды қайта бастау керек болса, бәрін дәл осылай жасар ма едіңіздер? Барлығы осы жолды қайталап шығар ма едіңіздер? Солай сияқты. Өйткені қанша еңбек кетіп, қанша қара тері кетсе де, мойымай соңына дейін барғандықтан, енді бұл жай қолымды сілтеп қоя салатын дүние емес. Сондықтан да қайтадан осындай бір мүмкіндік берілсе, осындай сайыстан өтсін, немесе жалпы өміріме қатысты болатын болса, осы Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжіне түсесің бе деген сияқты бір сұрақ тұрса, мен бірден иә деп жауап берер едім. Тамаша, жауабыңызға рахмет. Енді соңғы сұрағымызға көшсек, жетекші ретінде студенттің дамуына әсер ететін ең басты фактор не деп ойлайсыз? Музыка арқылы адам жанына жол табуға болады дейді ғой. Яғни сіз үшін музыкалық білім беру ол мамандық па, әлде миссия ма? Жалпы енді жетекші ретіндегі студентке ең әсер ететін фактор ол менің ойымша кәсіби тұрғыда бағыт бағдар беру деп ойлаймын. Кәсіби тұрғыда жаңағы тұлғалық өзіне бағыт бағдар беріп отыр. Өйткені жетекші деген ол тек қана тапсырма беретін адам емес, сонымен қатар студентке бағыт бағдар беріп, кеңесін беріп отыратын, және де студент үшін үлгі болатын тұлға деп ойлаймын. Егер жетекші студентпен бірге студентіне сенім артса, сол кезде студенттің де өзіне деген сенімділігі арта бастайды. Бұл бір үлкен мотивация деп ойлаймын. Сондықтан да үнемі қолдап, бағыт бағдар беріп, көмектесіп отыру керек деп ойлаймын. Сол кезде студенттің де өзіне деген сенімділігі артып, осындай байқауларда өз-өзін көрсетуге деген ынтасы арта түседі деп ойлаймын. Жауабыңызға рахмет. Сіздермен бүгін бірге болған Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжінің студенті әрі жүргізушісі Тағай Ақтотбекқызы және топ 100 студент байқауының жеңімпазы Каримова Мадина Мерекеқызы және жетекшісі Кусаинова Айза Қуанышқызы. Сіздерге көп рахмет. Сіздерге де рахмет.